көп еститін сөздер. Ағай, менде бронхит баяғыдан бар, бір ана қақырып жүретін дәрі беріңізші, сол түссе бір жақсы болып қалатын сияқты дейді. Көп жағдайда адамдардың темекі шегетінде бронхтардың шырышты қабаты тарылып тұрады. Тарылып тұрған соң ішінде қақырықта қалып қойып жатады. Сол кезде біз жаңағы бір дәрі ішсек, бүйтіп қақырық түсе қалатын сияқты сезім болады. Негізінде дәрі-дәрмек тағайындаған кезде шырышты қабатына, шыршасты қабатына, бұлшықет қабатына әсер етуге түсу кезде бұл өзі ашылып, мынандай қақырық дүниелер өзі-ақ түсіп жатады. Сол себептен бір дәрімен, лайфхакпен шешіп кетуге тырыспаңыздар. Біріншіден себебін бұрту темекі шегетін болсаңыз. Екіншіден жұмыс орныңыздағы жан-жақты қарау керек. Үшіншіден дәрігердің кеңесінсіз бронхит өзіне өзі кетіп қалмайды. Сол себептен бронх емдегіңіз келсе, бірінші өзіңіздің өмір салтыңыздан бастаған жөн.